Қымбатты телекөрермендер, Таңшолпан бағдарламасына 25 жыл. Біз сіздерге қайырлы таң дейміз. Бағдарламамызды біз әрі қарай жалғастырамыз. 3 сағатта ашық деп жариялаймыз. Мерекелік шығарылымыз әрі қарай жалғасады. Бүгін Таңшолпан алғаш рет эфирге шыққанына 25 жылдығын тойлап отыр. Бүгін мереке. Тағы бір еске салайық. Бағдарлама 1992 жылы 14 желтоқсанда сағат таңғы 7 мен 9-дың аралығында Алматы студиясынан хабар тарата бастады. Шерхан Мұртазаның бастамасымен эфирге жол тартқан бағдарламаға алғаш Иманбай Жұбай жетекшілік етті. Шығармашылық ұжымды бір арнаға ұйыстыра білген білікті маман Таңшолпанды аз ғана уақыттың ішінде көрерменнің сүйікті бағдарламасына айналдырды. Бүгінгі айтулы күнге орай Иманбай Жұбай мен эфирдің алғашқы тізгіншілерінің бірі Ләззат Мұратқызы бізге арнай келіп отыр. Ендеше мерейлі меймандарымызды біз ортаға шақырсақ. Қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын. Қош келдіңіздер, мереке құтты болсын. Қуаныштымыз. Бүгін сіздерді көргендерді өте қайырлы таң. Ләззат Мұратқызы, қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Бұл барлығымыздың ортақ мерекеміз. Келіңіздер, енді біз орта буын, енді эфир тізгінін өздеріңізге тапсырамыз. Ал төрлетіңіздер. Ләззат ханым, сіз мұнда келіңіз, Иманбайға. Екі жігіт екі жағынан отырайық. Аға буын деген атаққа да жетті. Неке, бұл орын сізді сағынған сияқты. Жалпы Таңшолпанның эфирі. Сіз де эфирді сағынған боларсыз? Ой, мен республикалық телеарна, Астана телеарнасын басқарам қазір, сондықтан да эфирмен жұмыс істейміз. Күні бойы эфирді сағынатындай жағдай жоқ. Көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет. Жақсы. Мереке құтты болсын. Рахмет. Иманбайға бір 25 жылдық Таңшолпан емес, бір 12 жылдығы сияқты көңіл күйде дұрыс қой. Әрине, енді бұл енді 25 жыл емес қой бұл. Бұл енді көз алдымызда қазір. Сол кезде осы сіздер мінекейіндер, енерлер, сендер өзді 18-19-ды жастар болатынсыздар. Ләззаттың өзі 19 жаста қыздар болатын. Студент кезіміз. Соны сөйтіп жастарды тәрбиелеп, 2 жылдың ішінде айтып елдің сүйкен хабары болды. 92 жылы мен 1 жаста болдым. Бұндай әңгіме Жасерік біздің көзімізше айтуға болмайды. Ал мен болсам осы 2 күннен кейін туылдым. 2 күн. Ирина міне туылғанда 2 күн болған нәресте. 16 желтоқсанда 92 жыл дүниеге келген. Бұл ұрпақтар сабақтастығы расымен. Қымбат телекөрермендер, сіздердің алдарыңызда Таңшолпанның алғашқы буын өкілдері және қазіргі уақыттағы әзірге ең жас буын өкілдері. Жансерік, мен сізге бір нәрсені айтайын. Негізі бүкіл қазақ телевизиясының тарихында, негізі бірде-бір жекеменшік арнаны алсақ та, мемлекеттік арналарды алсақ та, 25 жыл бойы эфирге тұрақты түрде шығып келген бірде-бір телевизиялық жоба жоқ. Әдетте, кез келген телевизиялық жобаның тағдыры өздеріңіз білесіздер 3-ақ жыл. Өйткені маусым ауысады, телевизиялық формат ауысады, жаңа талаптар қойылады, сондықтан да аты өзгереді дегенде. Ал Таңшолпанның 25 жылдығы шында да бұл үлкен жаңалық, үлкен жақсылық деуге болады. Бәріміз үшін, біздің саламыз үшін деуге болады. Бүгін тарихи күн. Тарихи күн шында да. айтып тұрайын. Жалпы Таңшолпан айтып отырмын, осы Таңшолпан ашылғаннан кейін 2 рет ашылды, содан кейін жабылып қалды. Содан кейін есінде осы әртүрлі атаулармен болған енді. Ассалаумағалейкум Қазақстан деп те шықты, қайырлы таң Қазақстан деп те шықты. Оны айтып отқан осыдан 2009 жылы Ләззат қарындасым келгеннен кейін корпорацияға, сол кезде Таңшолпан қайттан келіп жатыр, содан келіп жатыр 8 жылдай. Шында демек, мен 2008 жылы Қазақстан телерадио корпорациясына төрағаның бірінші орынбасары болып оралдым. Сол кездегі менің алғашқы іздегенім программалар тізімінің ішінен Таңшолпан қайда деп іздедім. Жоқ, қайырлы таң Қазақстан деп аталған, қателеспесем. Сосын алғашқы менің істеген жақсы ісім деп ойлаймын, Таңшолпанға атын өзгертіп қайтадан бердік. Дұрыс айтасыз. Сонымен келе жатыр мінекей. Шерхан Мұртаза атамыздың қойған аты Таңшолпан. Керемет, сондай бір жақсы атау, шында да. Бүгін бағана дайындалып жүріп, үйде Таңшолпанның бас жағындағы өздеріңіздің жұмыстарыңызды көрдім. Сондай бір шында да мерекелік көңіл күй жақсы, соншама көрермендер жан-жақтан хабарласып, алғыстарын айтып жатыр, құттықтауларын. Бұл үлкен жақсылық шында. Рахмет, көп рахмет. Қазақстан. Оның ішінде әсіресе Шерхан ағамыздың атын өздеріңіз жиі айтып жаттыңдар. Бұл да үлкен жақсылық. Кімнің басында осы істі қолға алғанда, емекең өздеріңізде кім бастады, кімнің керемет идеясы, соны көрерменнің есіне салғандарыңыз өте бір жақсы. Ләззат, бізге хабарласқан көрермен бір күн өзіңіз байланысқа қосыңызшы. Қайырлы таң, саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап отырмыз. Қандай әдемі көрдіңіз? Таң жарық болсын. Ой, өкінішті. Саламатсыздар ма? Өкінішке қарай байланыс үзіліп кетті. Қымбатты телекөрермендер, тікелей эфирдеміз, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 55 31 94, Астана қаласы коды 8 71 72.
Бүгін мереке, бүгін Таңшолпан 25 жылға толып отыр. Қымбатты көрермен хабарласуға мүмкіндік бар. Және де Instagram желісі сіздер үшін қызмет етуден Таңшолпан төменгі сызықша CV. Енді бағдарлама жарық көрген жылдар аралығында, 25 жыл аралығында расымен де телефон бар ма? Иә, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тағы да бір байланысқа қосайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Таң жарық болғай. Алло, сәлеметсіз бе, таң жарықтың жүргізушілері? Иә, сәлеметсіз бе, таң жарық. Жоқ, болмайды, Таңшолпан. Таңшолпан. Ана, үлкен аға, және Ләззат Таңсыбай ханым. Үлкен аға. Сәлеметсіз бе? Северный сиянияғы Таңсыбай сияқты көрдіңіз сол кезде. Аха. Айта беріңіз. Иә, тыңдап отырмыз. Тамшылен жұмысыңызға. Парламентте жүрген жұмысыңда күтіп отыр. Сізді құттықтап жатыр, танып отырмын. Сол уақытта да көретінмін, қазіргі жұмысыңызға табыс тілеймін деп жатыр көрерменіміз. Көп рахмет. Онда Таңшолпанмен қоса Астана арнасында көріп жүріңіздер. Міндетті түрде қымбат телеөрнемдер. Астана телеарнасының бас директоры. отырмын, иә. Рахмет, қымбатты көрермен, хабарласып, бүгін көрермендер өте белсенді ыстық лебіздерін білдіріп жатыр. Расымен де 25 жыл бойы Таңшолпанмен оянған көрермендеріміз де аз емес екен. 25 жыл бойы Таңшолпан ұжымында белгілі азаматтар, қазіргі ақын жазушылар, небір зиялы қауым өкілдері жұмыс жасады. Өкінішке қарай енді уақыттың, өмірдің заңдылығына байланысты кейбірі арамызда жоқ. Сіздермен қызметтес болып, өмірден озған қызметкерлерді сәл еске алсақ. Да, шын кезде бағдарламаның орынбасары Бақберген Табылиев деген ағамыз осы жақында қайтыс болды. Содан кейін Кенжеғали Жармұхамбетов, Сендерге аға ғой енді, маған досымды, онда қайтыс болды. Бақымды Сәрсенбиев деген, Балжан Байалиев, содан кейін Құдайберген Қазыбек есімді ме? Есімде музыкалық редактор. Сол адамдардың біраз енді қайтыс болды. Дегенмен де қазір енді осы Таңшолпанның осы алғашқы толқыны, осы ләззатты бастаған барлығы Құдайға жораман осында әрқайсысы қызметті жасап жатыр. Құдайға шүкір деп отырмыз. Кейбіреулер мысалы басқа қалаларда қайта хабарласып жатыр деген сияқты. Сондықтан жалпы енді Таңшолпан алғашқы ол сіздер сияқты бір үлкен бір олар үшін бір мектеп болды. Алғашқы жарысы студент болды, ол енді бітірді мысалы. Сол мысалы Қуаттар, Борашта, Дархандар мысалы. Базархан. Мұхтармен байлар мысалы. Барлығы сол алғашқы үміттерін осы Таңшолпан бастағандар. Қаласан үлкен қазір тұлғалар жайтқан кезде. Дұрыс, біз енді Таңшолпанның дамуына үлес қосқан өмірден озып кеткен азаматтар жайында да бір бейне көрініс дайындауды жөн санадық. Дұрыс. Қазір енді мүмкіндікті пайдаланып, көрермендер де біле отырсын, ұсынайық назарларына. Жиырма бес жыл ішінде Таңшолпан бағдарламасының өсіп өркендеуіне үлес қосқан жандар жетерлік. Өкінішке қарай олардың бір қатары бақилық болды. Біз бүгін солар жайлы айтамыз. Рубикжан Яхин бірнеше жыл таңғы бағдарламада еңбек етіп, бас режиссердің қызметін атқарған маман. Ұлттық арнаға сонау 1978 жылы келген ол, қазақ телевизиясының даму жолында аянбай тер төкті. Еңбек жолын жаңалықтар қызметінен бастаған режиссер таңғы бағдарламадан бөлек еліміздегі спорттық жарыстардың эфирден көрсетілуіне атсалысты. Қазспорт телеарнасының ашылуына да күш салды. Ал 1986 жылы желтоқсан оқиғасы кезінде қанды қырғынды камераға түсіріп алып, бүгінгі ұрпаққа жеткізудегі еңбегі ерлікке бергісіз әңгіме. Совет үкіметі кезінде үлкен шерулер, демонстрация, парадтар болатын. 9 май, 1 майға, 1 мамырға, 9 мамырға арналған. Сол парадтарды түсіретін бірден бір режиссер өзі болатын. Сосын кейін Москвада болатын үлкен, енді Совет үкіметі кезінде ғой, сол кезде үлкен фестивальдарға, жастар фестивалінде, спидвей, сондай спорттық олимпиадаларда бір бөлшегін сол Рубикжан Яхин менің бауырыма беретін. Талантты режиссер 2014 жылы 59 жасында ауыр науқастан көз жұмды. Таңшолпан бағдарламасы алғаш ашылған жылдары бас редакторының орынбасар қызметін атқарған Бақберген Табылдиев те қазір өмірде жоқ. Бағдарламамыздың ардагер журналисі Ғалия Әженова әріптестер оны мама дейтін деп еске алады. Түнгі сағат 1, 2, кейде 3-4-терде бәріміз шай ішкіміз келіп жан-жағымызға қарап енді былай ауызға сала қоятында ештеңе жоқ. Сөйткен кезде Бақберген келеді. Бір кезде бір 2 сағатқа жоғалып кетеді Бақберген. Сосын бір кезде келеді.
Бақберген, сенесіз бе? Кәдімгі газетке ораған бір палка колбаса. Жаңағы 2-3 булка нан, сосын жаңа кішкене май, кәмпит-сәмпитін қайдан тауып алып келетінін білмейміз. Соны біздің алдымызға әкеледі де тастайды да, шай ішіңдер дейді. Содан үзіліс жасап шай ішеміз. 1992 жылы Бақберген Табылдиевпен қатар білікті редактор Кенжебай Жармұхаметов те таңғы бағдарламада қызмет атқарды. Өте жауапкершілікті, өте талантты, өте белсенді. Кенжебай бір айтып отырмын ғой, мінезі жағынан, тапқырлығы жағынан, кез келген көкейкесті мәселе ғой, проблема ғой деген нәрсені ештеңе етпейді, жасаймыз деп отыратын жігіт еді. Бір 100 жігітке бергісіз жігіт болатын. Ұлттық арнада ұзақ жылдар жұмыс істеп, Таңшолпан бағдарламасына да еңбегі сіңген жанның бірі Құдайберген Қазбек. Тележурналистің біз естімеген бір ән авторлық жобасы ұлттық арнаның алтын қорында сақтаулы. Сондай-ақ Құдайберген Қазбек көптеген әндердің мәтінін жазған, белгілі ақын ретінде де есімі ел аузында қалды. Белгілі режиссер, театр және кино актері, драматург Рүстем Есдәулеттің де таңғы бағдарламада қалдырған ізі бар. Алайда ол көпшіліктің есінде қазақ театрының өркендеуіне үлес қосқан дарынды режиссер және актер ретінде сақталды. Халқымыздың аяулы перзенті 2009 жылы кенеттен көз жұмған еді. Ал Абдулла Сүлейменов қазақ теледидарына бүкіл өмірін арнаған жан. 90 жылдары ақпараттар бөлімінің шолушысы ретінде халықтың көз айымына айналған журналист Таңшолпан бағдарламасының бас редактор қызметін атқарған. Қырағы журналист Азамат Қалымбетовтің де дүниеден өткеніне көп болған жоқ. Ол да таңғы бағдарламаның өркендеуіне үлес қосқан жанның бірі. Балжан Баялиева деген журналист қызымыз бар еді. Ол кісі о дүниелік болып кетті, осыдан бір 3-4 жылдай болып қалды. Музыкалық редактор деп атайтынбыз сол уақытта. Өйткені әншілердің бүкіл жаңадан түсірген, енді ғана түскен әндерін өзіміз студияда жазып алатынбыз әншілерді. Өйткені клип деген ол уақытта жоқ. Балжан Баялиеваның да Таңшолпан бағдарламасындағы орны ерекше. Әріптестерінің есінде көркем мінезімен сақталған журналист көрерменнен келген хаттардың талап тілегін ескеруде тыңғылықты еңбек етіпті. Бүгінгі хабардың тізгінін ұстаушылар менің әріптесім Маржан Болатханқызы және Руслан Бөлебай. Ал 2007 жылы қазақ телевизиясына Руслан Бөлебай есімді талантты журналист келді. Таңшолпан көрермендерінің көз айымына айналған Руслан КТК, НТК арналарында да жұмыс істеді. Бар жоғы 24 жасында ажал құшқан әріптесіміз өмірінің соңғы жылдарында әншілік өнерімен де көпшілікке танылған еді. Жас тележұлдыздың экрандағы бейнесі ел жадында мәңгілік сақталып қалар сөзсіз. Иә, ешкім ешқашан ұмытылмайды. Қазақ теледидарының саңлақтарынан қалған мұра бүгінгі ұрпақтың игілігі. Иә, расымен де Таңшолпанның дамуына үлес қосқан әрбір азаматтың есімі Таңшолпанның тарихында жазылады деген сенімдеміз. Енді бұл өткенге бір шолу болды. Бізге дәл осы уақытта хабарласқан көрермен бар екен. Байланыс қосайық. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Иә, саламатсыздар ба? Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз өзіңізді. Алейкум ассалам. Құрметті мына қазақтың қара шаңырағындай деп айтып та артық болмас. Қазақ халқының маңдайына біткен мына 25 жылға толып жатқан Таңшолпан бағдарламасы елімізге, бәрімізге, сіздерге қайырлы құтты болсын дейміз. Рахмет. Мына бүгінгі күнде мына экранда отырған, эфирде отырған бүкіл жүргізушілерге, журналистер қауымына, сонымен қатар мына бүгінгі күні алдымызда отырған жай қалып, жадырап жасалып отырған мынау ардагер журналистер, жүргізушілер қауымына, соның бірі Иманбай, Жұбай, Ләззат Танысбай кісілерге көп рахмет айтамыз. Бақытты болыңыздар. Сіздер Таңшолпан бағдарламасы бүгінгі күнге дейін қазақ халқына жақсы жаңалықтарыңызбен, жақсы көптеген әңгімелеріңізбен, жақсы еліміздің болашағына кереметтей бір жақсы хабарларыңызбен таныстырып отырасыздар, жеткізіп отырасыздар. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Мен Қорғалжын ауданы Самыз ауылынан Абиров Еркеш деген ардагер ұстазбын. Рахмет. Мен де осы Таңшолпанды жақсы көргенім соншалықты бір күні бір көршіміздің келіншегі босанып, қыз босанып, қыздың атын Таңшолпан деп қойды. Қандай тамаша. Қазір 17-де. 17-де. Жақсы, көп рахмет. Таңғы уақытыңызды бөліп, ақ жарма тілегіңізді білдіріп жатырсыз. Шын жүректен
Қазақстан ұлттық телеарнасының атынан, Таңшолпан ұжымының атынан өзіңізге тек қана алғыс білдіреміз. Енді мен бір байқап қалғаным сізді. Осындай тұрақты көрермендеріңіз көп болсын. Рахмет, сізді ардагер деп айтты. Рахмет. Ренжімейсіз ба? Әрине жоқ. Иә, оғанда тауба жаңа көріп жатырмыз ғой, өмірден озған әріптестеріміз бар, сондықтан да. Ең басты артынан із қалды. Әрбіреуінің артынан із қалды. Осы күнге дейін сол кезде бірге жұмыс істеген Бәкеңнің, Кенжекеңнің сөздерін еске алып отырамыз басымыз қосылған кезде. Негізі шында да бір өте берекелі, өте сондай бір жақсы ұжым болды. Ерекше есімде қалған. Мен мысалы содан бері тауба 24 жыл телевидениеда жұмыс жасап келе жатырмын, бірақ ең басты есте қалған сол ең алғашқы біздің Имеке өзі басқарған, Имаш ағамыз басқарған Таңшолпанның ұжымы, барлығы жастар. Біз үшін мысалы Имаш аға ол кезде бір кәдімгі үлкен кәрі адам болып көрінетін. Мен мысалы өзім үшін. Мен 31 жастамын. Сонда не бар? Жаңа сұрап жатырмын. Аға, сіз сонда нешеде болдыңыз десек, 31 жастамын дейді. Қазір 31 жас деген ол не, жас емес қой. Ал біз үшін ол кезде мен жұмысқа 19 жасымнан бастап араластым. Сол кезде телевидениеде үлкен конкурс өткізілетін, сол конкурстарға келіп қатысатын біз дикторлар ретінде. Сосын артынан журналист болып мамандандық, съемкаға барып. Мен алғашқы съемкама есімде Мұхтар Түменбаев келесіп, ол журналист болып жұмыс істеп жүрген, а мен диктормын. Сонда соған лесіп барып үйренгенім бар. Алғашқы съемканы сол Мұхтармен бірге түсіргенмін. Не уақыт, Барлығы бір-бірімізге ұстазбыз, бір-бірлерімізге шәкірт болдық. Жаңағы адами қарым-қатынастарды да сол жерде қалыптастырдық. Қалай тіл табысу керек, үлкенмен сыйласу, кішіге ізет көрсету деген сияқты. Сондықтан да бір үлкен өмірлік мектеп болды Таңшолпанның ортасы біз үшін. Таңшолпанның ұжымы да қазіргі уақытта ауызбіршілік жарасқан берекелі ұжымдардың бірі. Деп үміттенеміз. 25 жыл аясында Таңшолпанның қазіргі 25 қызметкері 5 топқа бөлініп, дәл осындай кереметтей әлеуметтік іс-шараға атсалысты, яғни әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға көмек қолын созды. Сол жайында дайындаған бейнекөрініске бірге назар салайық. Көрейік. Таңшолпан бағдарламасының 25 жылдық мерейтойына орай біз бүгін қайырымдылық шарасын бастаймыз. Қайырымдылық шара барысында біз 5 отбасына барамыз. Баратын жерлеріміз Астана қаласында және Астана қаласының аумағында. Жақсылық жасап жарысайық! Таңшолпанның ұжымы өздеріңізге қонаққа да келіп қалды. Енді мына кішкентай біздің бөпелерімізге азды көпті осындай сыйлығымыз бар. Қалдарың қалай? Аттарың кім? Әлихан. Әлихан және Әділхан. Ал енді осы жерде біз Әділхан мен Әлиханның бір тақпақтарын тыңдай кетейік. Аю тілпатада екі қой қатады, апай сабақтырата аяқтап қады басқала. Жарайсың, Мінеке саған. Ал отбасыларыңызға амандық тілейміз. Әрқашанда осы кішкентайларыңыздың қызығына кенеліп жүре беріңіздер. Ал енді біз кезекті әріптестерімізге береміз. Сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет әріптестер, біз қайырымдылық шарасын жалғастырамыз. Мінеке келесі шаңыраққа келдік. Екінші топ болып. Ал Қанеке. Жүріңіздер әріптестер. Жалпы сіздің 5 балаңыз бар, иә? Көп балалы анасыз. Ол қыз? 3 қыз, 2 балам бар. Өскенде кім болғың келеді Нұрсұлтан? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыз сияқты президент болғым келеді. Ниетіңе жетті. Нұрбай, сен кім болғың келеді? Мен анамды бақытты қылып, Астанаға үлкен зәулім үй салғызым келеді. Нұрбайды жарайды. Таңшолпанның 25 жылдығы құтты болсын! Балапандар, ниеттеріңе жетіңдер, асқақ армандарың орындалсын дейміз. Құрметті көрермендер, қайырымдылық марафон әрі қарай жалғасады. 3-ші топқа сөз кезегін береміз. Әріптестер. Рахмет, Назерке. Бізде Қосшы елді мекеніне келдік, 3-ші топпен бірге. Дәл қазір Айман апайдың шаңырағындамыз. Енді Айман апай, үйде 4 бала, солай ма? Шағам.
Жағдайларыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай дәл қазір? Көңіл күйім жақсы, қуаныштымыз. Қуанышты болып, рахмет сіздерге. Жұмыстарын алға бассын. Рахмет. Алланың разылығы болсын. Бізде сіздің отбасыңызға тек қана бірлік пен қуаныш тілейміз. Болашағы мықты болсын балаларыңыздың. Шын жүректен тілектеспіз. Құрметті көрермен, біздің 25 жылдыққа арналған қайырымдылық марафоны одан әрі жалғасады. Дәл қазір біздің әріптестеріміз қайда екен, не істеп жатыр екен, сөз кезегін беріп көрейік. Рахмет, Ақниет. Бізде бір шаңыраққа келдік. Назарова Айнұр ханымның үйі. Айнұр ханым көп балалы отбасы, міне көріп отқандарыңыздай бірінен бір өтетін сүйкімді екен балаларыңыз, шыны керек. Бізде балаларға қуанту үшін осында өзіміздің сияпаттарымызды ала келдік. Міне қыздар ұжымның атынан біздің кішкене ғана сыйлығымыз, қабыл алыңыздар. Рахмет, Айнұр ханым, бізге осылай құшақ ашып шаңырағыңызға кіргізгеніңіз үшін, және де осындай кішкентай сәбилеріңіздің қызығын көріңіз өскенде, сізді тек қана қуантсын деп тілек білдіреміз. Дәл қазір біздің әріптестеріміз не істеп жатыр екен, сөз кезегін берейік. Рахмет, Жалын. Біз қазір Мейрамгүл ханымның шаңырағына ат басын тіредік. Мейрамгүл ханым, сіздің 4 балапаныңыз бар, иә? Қазір біз екеуін көріп отырмыз. Үлкендер сабақта ғой деймін. Үлкендер сабақты. Сіздің де көрерменге айтар таңғы тілегіңіз бар ма? Сіздерге көп рахмет, үлкен және көрермендерге Таңшолпан бағдарламасын көріңіздер. Сізге де көп рахмет, балаларыңыздың қызығын көріңіз, алдағы уақытта еңбегіңіз ақталсын деп тілейміз. Мінеке, құрметті көрермен, Таңшолпанның жақсылық жаса қайырымдылық акциясын біз осы жерден тәмамдаймыз. Ал сіздерге біздің айтарымыз жақсылық жасап жарысайық. Қолымыздан келгенше теңізге тамған тамшыдай болсын. Әр біреуіміз үлес қоса аламыз. Ендеше сіздер де жақсылық жасауға асығыңыздар. Аз да болса осындай игі іске барған Таңшолпан ұжымына жеке алғыс білдіремін. Жақсы, осындай нақты істеріңіз көп болсын. Рахмет, рахмет. Ал бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар. Байланысқа қоссақ, Оралдан хабарласқан Біржан есімді көрерменімізге таң жарық болсын деп. Біржан, ассалаумағалейкум. Ассалам, қайырлы таң. Бүгінгі Таңшолпан хабарын 25 жылдық ширек ғасырлық мерекесімен құттықтаймыз. Бұл Еуропадағы құрлығындағы Қазақстанның жалғыз қаласы Орал қаласынанбыз. Мен қуанышты болып отырмын. Ләззат апамыз, Иманбай ағамыз сияқты кезіндегі біздің бала кезіміздегі осы апаларымыз сияқты диктор болсақ та армандайтын едік. Қазіргі таңда біздің осы достарымыз Мержан Әлібекұлы, осы Ләззат апамыз сияқты диктор болып жаңалық жүргізіп жүр. Мереке құтты болсын. 25 жылдарыңыз ғасырға болсын, ғасырдан мыңжылдықтарға болсын деп тілегіміз келеді. Қазақстан ұлттық арнасы шаршасын дегіміз келеді. Біржан, көп рахмет. Оралдан хабарласқан көрерменімізге алғыс білдіреміз. Ұжым жайында сұрағым келіп отыр. Сол кездегі ұжым қандай еді? Несімен есте қалды сол кездегі ұжым? Әрбір ұжымның, әрбір қызметкердің өзінің қолтаңбасы. Имаш ағамыз ол кезде үлкен бастық, жаңа айттым ғой, біз үшін бір үлкен адам болып көрінеді. Сондықтан да өзі айта алмайтын шығар. Біз өте берекелі ұжым болдық деп бағанадан айтып жатырмыз. Ылғи жастар. Сонда қазір мысалы кейде таңғаламын. 19 жастан бастап 25 жасқа дейін шығар ортаңғы жастарымыз. Сол жастағы жастарға қалайша сонша мүмкіндік берілді. Енді бір жағынан жалпы мемлекеттің өзі енді ғана тәуелсіздігінің қолына алынып, енді ғана қалыптасып жатқан кезең. Ол кезде біздің көрерменіміз де басқа, көрермен үлкен бір кешірімділікпен қарайтын. Біздің қателіктерімізге, күнделікті қанша қате жіберіп жатырмыз, білмейміз ғой ештеңке. Бәрін басынан бастап, енді ғана үйреніп жаттық. Техникалық мүмкіндіктер жоқ, әрине қазіргідей. Бірақ соған қарамастан, жаңа берекенің арқасында түнімен жұмыс істейтінбіз. Тікелей эфир ол кезде күнде емес, көбінесе записпен шығатын бағдарлама, сондықтан да оны түнімен жазамыз, монтаждаймыз. Мысалы, қазіргідей смена немесе уақытпен жұмысқа келу деген жоқ. Мен кейде өз қызметкерлерім
көрермендер айтамын ол жағдайда. Немесе біз тіпті басында менің есімде, Машаға білмеймін есіңізде ме жоқ па, біз басында біз алғашқы бір 3-4 ай бойына, 5-6 ай бойына жалақы алмай жай ғана жұмыс істейтінбіз. Сол жұмыс істеуді үйрену мүмкіндігіне риза болып. Сол 90-шы жылдарда эфирге алғаш шыққан жүргізушілердің бейнесі бізде бар. Енді барлығы бірдей емес, шамамен біраз бөлігін жинап үлгердік. Соның ішінде Ләззатты өзіңіздің. Сол 19 жасар Ләззат таныспайды, қымбат телеөрінде дәл қазір тамашалаймыз. Енді сол кездегі жүргізушілерге шоу жасап көрейікші. Таңшолпанның жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Иә. Таңшолпанның ән жолдасам деп едім Айдары. Шарай ақпарат бағдарламасының қызметкері. Ән жолдасам деп едім. Туған күні. Қайырлы таң қымбатты көрермендер. Бұл Міне Толқын сұлу Сайдуова. тағы бір әдемі сәтінде өздеріңізбен жылы қауышып отырмыз. Таңшолпан бағдарламасы ұлттық әдеби мәдени өнерге байланысты көптеген хабарларын Аздаған міне осындай архив бар, иә. Бейнеқор осындай әдемі естелік. Өзіңізді көргенде қандай сезімде болдыңыз? Бірден сол заман еске түсті. Көрдіңіз бе, үстіміздегі киімімізде жұпын, әйтеуір қолға түскен бір-екі блузканы былай да айналдырамыз. Ол кездегі ең сәнді киім болып саналған ғой енді. Солай болуы мүмкін, мүмкін. Ұжым жалпы айтқандай берекелі болды шайтан кезде. Ана есіңізде ме? Бақберген, менің орынбасарым. Марқұм Бәке. Мына Жұбаев әкесі мен мамасымын дейді. Расымен де ұжымның бір отбасындай болғаны әрине маңызды. Сіздердің сол кезде қаншама қиын болса да барлығына шыдап еңбектенгеніңіздің арқасында, берекелі ұжым құрғаныңыздың арқасында бүгін мінеке 25 жылдықта біз тойлап бренд, ерекше сақталған бренд. Шында да жаңа айтып өттік қой, жалғыз бренд шығар, бүкіл қазақ телевизиясында осыншама 25 жылдық тарихы бар. Ал жаңа мен мысалына Айдарды есіме түсіп отыр, ән жолдасам деп едім. Осы Айдардың арқасында бүкіл біздің ұжымымыз нанымызды табатын, шыны керек. 90 сол ашылған. Елдің барлығы хат жолдап, тіпті редакцияға келіп, есіңізде ме, мынандай кезекке тұратын жазылу үшін соған. Бізде алдын ала бір апта бұрын ананың бәрі толып кететінде эфирге сыйдыра алмай толтырады. Құны қанша еді ол уақытта? Құпия болмаса, құны. Қазір есімде. 10 теңге шығар, о кезде үлкен ақша 10 теңге. Әр құттықтаудың. 5 блок болатын, 5 ән берілетін, содан кейін құттықтаулар өте көп болатын. Тек қана Ләззат тек қана аттарын айтатындық. Кенжеген болайсаң ол редактор болды да маған да бәтінге. Несін тауып алған әдісін. Бір форматы. 60 жылдық, 70 жылдық, 90 сияқты дайындап алған өзінің. Артынан ол құттықтаулар кәдімгі бүкіл тойда айтылатын тостарға айналып кетті елдің арасында. Негізі шынында да сол ақшаға, есіңізде, бәріміздің жалақымыз сол ақшадан шығатын негізі күнкөрісіміз күнде. Дәл қазір біз шағынаңдыпқа кезек берейік, бірақ сіздер алысып кетпеңіздер, осында болыңыздар, өйткені соңына таман бізде қымбат телеөрмен тосын сыйларымыз өте көп. Сол үшін Иманбай ағамыз бен Ләззат ханым бізбен бірге қымбат телеөрмінде сіздер алысып кетпеңіздер дейміз. Құрметті телекөрермендер, ширек ғасырға толған Таңшолпан бағдарламасының мерекелік эфирін біз ары қарай жалғастырамыз. Жалпы бүгін құттықтаулар, сыйлықтар жауған күн. Енді тағы бір парасына тоқталайық. Менің қолымда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінен келген алғыс хат. Енді тоқталып өтетін болсам, сіздермен тығыз қарым-қатынас орнатып, барша азаматтарға қауіпсіздік жайында үндеуімізді, сондай Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау органдарының қызметі жайында халыққа қажетті ақпаратты жеткізіп келеміз. Үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуге ат салысып, үнемі мүмкіндік беріп отырасыздар. Таңшолпан бағдарламасы барша қазақстандықтарды таңмен бірге оятып, жағымды жаңалықтармен қуанта берсін. Қызметтеріңізге сәттілік, дендеріңізге саулық, жанұяларыңызға амандық тілейміз деген екен. Және мынадай әдемі гүл шоғын біздің бағдарламамызға жолдап. Назеркер, ары қарай жалғастырайық. Құрметті Қазақстан ұлттық телеарнасының ұжымы, сіздерді Таңшолпан ақпараттық сазды бағдарламасының 25 жылдығымен құттықтаймыз. Осы уақыт ішінде арайлап атқан таңды Таңшолпанмен бірге қарсы алған көрермен қауымға көтеріңкі көңіл күй сыйлап, дүниетанымын кеңейтер талай қызықты ақпарат ұсынып келесіздер деп бізге тілек жолдаған екен. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының басқарма төрағасы Абылайхан Оспанов және де мынадай сыйлық беріп жіберген екен. Таңертең ерте сіздермен қауышуға
кешікпесін деген және ниетпен. бұл сағаттың ерекшелігі, құрметті көрермен, арнайы логотип белгіленген, арнайы таңшолпан үшін жасалды. Көп рахмет дейміз. Енді бұнымен біздің марапаттарымыз, жалпы құттықтау легі аяқталмайды. Дәл қазір Астана қаласының әкімдігінің ресми өкілі, баспасөз хатшысы да кіруге дайын. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз дейміз ортамызға. Көп рахмет. Бүгін мен сіздерді Астана қаласының әкімдігінің атынан арнайы құттықтағым келіп отыр. Өйткені Астана қаласының әкімінің барлық ұжымы таңғы 7-ден бастап сіздермен бірге оянатынын айтқым келеді. Жалпы Астана қаласының әкімінің атынан арнайы құттықтауда сіздерге тапсырғым келіп отыр. Онда былай деп жазылған, қысқаша тоқталып өтетін болсам. Осы уақыт аралығында бағдарлама көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Таңшолпан бағдарламасы елордасы Астанамыздың тыныс-тіршілігінен де күн сайын республика жұртшылығына хабардар етіп отыр. Биылғы жылы Астанадағы өткен Экспо 2017 халықаралық көрмесінде үлкен жақсы салмақты репортаждарыңызбен сіздер көрерменнің көзайымына айналдыңыздар дегім келеді. Сіздерге ұзақ ғұмыр тілеймін деп жазылған құттықтау хатта егер қысқаша оқып беретін болсам. Астана қаласы әкімдігіне бізде айтар алғысымыз шексіз. Көп рахмет дейміз. Ары қарай біз тек Қазақстаннан емес, шетелден де бізді құттықтап жатқан әріптестеріміз бар. Ендеше қосылайық. Қандастарымызға сөз кезегін керек. Көп рахмет сізге. Таңшолпан біздің ұлттық брендіміз. Елмен бірге өсіп, сан алуан тақырыпты қамтып, Таңшолпан өз орнын сақтап қалды. Бұл әрине үлкен жетістік. Және де әр жылдар жұмыс істеген режиссерлар, редакторлар, монтажерлар мен операторлар, бағдарлама жүргізушілерінің қажырлы еңбегі. Мерейтойың құтты болсын, Таңшолпан. Мен аяулым Измир қаласында, Түркияда халықаралық журналистика факультетінде білім алып жатырмын. Ширек ғасырдан бері қазақ елін шыққан күнмен бірге оянып келе жатқан Таңшолпан бағдарламасының 25 жылдық мерейтойы құтты болсын. Біз Түркияда жырақта білім алып жатсақ та, әрқашан Таңшолпан бағдарламасын ғаламтор сайттары арқылы бақылап отырамыз. Ұжымдарыңызға творчестволық табыс тілеймін және сәттілікті де тілеймін әрине. Ұжымдарыңыз істеріңіздің жемісін көрсін. Арайлап атқан күнмен бірге ойнатын Таңшолпан бағдарламасын Польшадағы жалпы қазақстандық студенттердің атынан 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңіз жемісті бола берсін. Варшавадан жалынды сәлем. Құрметті әріптестер, Таңшолпан бағдарламасының 25 жылдық мерейтойы құтты болсын. Осы 25 жыл ішінде Таңшолпан көпшіліктің көңіл көзіне баурап алып, телевизияның көкжиегінен ойып тұрып орындалған бағдарлама, болашақта осы алатын асулары көбейе берсін. Әр қазақ отбасы аралап атқан әр таңын Таңшолпанмен бірге күліп қарсы ала берсін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің есімім Беймурзаев Нұрлыхан. Қазіргі таңда Туркияда, Анталия қаласында Акдениз университетінің 1-ші курс докторантымын. Қазақстан ұлттық арнасындағы Таңшолпан бағдарламасының 25 жылдық мерейтойлық туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Таңшолпан бағдарламасына, Таңшолпан ұжымына шығармашылық табыстар, толағай жетістіктер тілеймін. Таңшолпан бағдарламасы өзінің көрермендерін ары қарайды сапалы жаңа бағдарламалармен қуанта беруіне тілектеспін. Қытайдың Сучжоу қаласынан жалынды сәлем! Құрметті Таңшолпан бағдарламасының ұжымы мен тұрақты көрермендері. Биыл сүйікті телебағдарламамыздың эфирге шығуына 25 жыл толуына орай барлықтарыңызды осы атаулы күнмен шын жүректен құттықтап, биік белестерден көріне берулеріңізге тілектеспіз. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Таңшолпан бағдарламасына бүгін 25 жыл, 1992 жылы ең алғаш эфирге шыққан болатын. Ал бүгін бізде қадірлі құрметті меймандарымыз келіп отыр. Таңшолпанның алдыңғы, соңғының алдындағы жүргізген. Расымен де Таңшолпан бағдарламасына үлес қосқан біздің әріптестеріміз бүгін студиямызға келіп отыр. Таныстырып өтсек, А+1 орталығының музыкалық продюсері Әйгерім Шәймерден бүгін біздің студиямызға қонақта. Балапан телеарнасының директоры Жанар Шәмел бүгін бізде қонақта. Президент әкімшілігі ішкі саясат бөлімі меңгерушісінің орынбасары Нұрлан Оқалы бүгін бізбен бірге. Телепродюсер, тележүргізуші және аяулы ана Әйгерім Есенәлі бүгін бізде қонақта. Сондай-ақ жүргізуші, тележүргізуші, радио жүргізуші Гүлжазира Берікқызы бүгін Таңшолпан төрінде. Қош келдіңіздер. Рахмет, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қазақ елі. Біріншіден осындай мерекелеріңізбен көрермендерді шын жүректен құттықтаймыз және әріптестерімізді құттықтаймыз. Рахмет. Бүгін енді гүл жауған күн. Неге маған гүл жоқ?
Серік саған шар. Маған шарма. Рахмет, көп рахмет. Көп рахмет. Таңшолпан жайында айтайықшы. Таңшолпан кімнің есінде немен қалды? Табалдырықтан міне келе жатқан қастерлі тәуелсіздік күнімен барша қазақстандықтарды, отандастарымызды шын жүректен құттықтаймыз. Екінші, Таңшолпанның ұжымын үлкен мерейлі белес Таңшолпанның 25 жылдығымен құттықтаймыз. Барлығымыз осы Таңшолпаннан түлеп ұшқанбыз. Осы жерде үлкен экрандағы журналистикадағы көпшілігіміздің тұсауымыз кесілген. Сондықтан құтты болсын әрдайым барша қазақстандықтарды жарқыраған, шырайлы жаңа таңмен, жаңа күнмен құттықтап әрдайым жұртқа шуақ сыйлай беріңіздер. Рахмет, көп рахмет. Айгерім. Қайырлы таң барша қазақ еліне. Менің ойымша әрбір қазақ көрерменнің сүйікті бағдарламасы той құтты болсын, тәуелсіздік той құтты болсын, баршаға сіздерді құттықтаймыз. Таңшолпан есімен есте қалды. Әрине Таңшолпан ол күнделікті тәжірибе. Барлығымызды қазір мен тікелей эфирлер жасайтын продюсер ретінде енді теленарықта жүргеннен кейін негізгі менің фундаментім осы Таңшолпанда қаланды деп айтуға болады. Сәл уақытты бауырымыз, әріптесіміз Руслан Бөлебайға арнағып келіп отыр. Марқұм ол менің серіктесім болатын, жүргізетін кезде Таңшолпандағы ең есте қалған сәт сол Руслан екеуміздің тікелей эфирдегі күлкіміз. Тоқтай алмайсыз. Екі подводка дейді ғой жаңағы, выход шығатын сәтте екеуміз бір-бірімізге қараймыз да күліп қоя береміз. Сол сәтті әлі еске алып айтып жүретін жандар көп, іздейтіндер көп, оны да әріптестерімізді айтып өтетіндер көп. Сол үшін көрермендерге мыңда бір мәрте алғыс айтамыз, бас иеміз алдарыңызда. Енді жанардың есінде қалған дүние менің ойымша бұл таңғы ұйқы шығар енді. Кеше айтып қалдыңыз ғой бір сөзіңізде. Таңғы ұйқы бәрін есінде қалды деп ойлаймын, себебі біз жұмысқа таңғы 4-те келетінбіз. Қонатын күндерде болды, себебі жұмыстың бәрі солай болды. Менің есте қалған сәттерім осы телеарнадағы тұсауымды кескен осы ұлттық арнадағы Таңшолпан бағдарламасы еді. Бұл әрбір осында қызмет еткен журналист үшін, маман үшін үлкен мектеп болды деп ойлаймын. Осы Таңшолпаннан бәріміз түлеп ұштық. Мен осы күнге дейін Таңшолпанды телеарнадағы өз жұртым деп есептеймін. Сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын, әріптестерімді осы жерден көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет. Барлық әріптестердің басында қостырған Таңшолпан жасай берсін деп қояйын мен арасында. Әйгерім. Мен енді Таңшолпан бағдарламасында алғаш рет жүргізуші болып танылдым. Жүргізушілік карьерам осы жерде басталды. Мен үшін әрдайым ыстық. Осы Нұрлан Ока, Жанар, Шамел барлығымыз қатар бастағанбыз. Одан кейін осы бағдарламадан түледік, ұштық. Тікелей эфирдің сыйқыры бөлек. Тікелей эфир әрбір телеарнаның ең үздік, ең мықты сәті деп есептеймін. Әлі де солай болып қала бермек. Біздің кәдімгі таң қараңғысында әлі де жарқырап, соңына дейін жарқырап тұратын Таңшолпан секілді біздің осы бағдарламамыз әрдайым әлі көп жылдар бойы халықпен бірге, Қазақстан телеарнасымен бірге ояна берсін деген тілегімізді айтамыз. Амин, айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін. Бүреке, енді қызықты оқиға айтайын. Таңертең ерте келесің, қарның ашады, шай жоқсың, үйден сушка дейді ғой, құрғақ. Соларды алып келдік Руслан екеуміз. Сосын қазір сюжет ұзақ болады деді, ол ұзақ емес, 1,5 минут па, сонда мен оны шайнап жұтып үлгермедім, қатты көзімнен жас ағып, ұйықтай алмай, сөйлей алмай, қақалып, әбден күлкіге қарық болғанбыз. Таңшолпанға ризамын, өйткені ол сенің екінші үйің, жұмысың, достарды табасың, мына қыз менің тойымда құдаша болды, мына қыз менің қыздарыммен бірге, Гүлжан тойға бар, дос табасың өмірлік. Таңшолпан тек қана жұмыс емес, ол кәдімгі өзіңнің қайғыңды, қуанышыңды бөлісетін көптеген достар да келді. Данияр бар ішінде. Негізі Таңшолпан бағдарламасы былай таңғы көңіл ашар бағдарлама болғанмен, шын мәнінде қыздардың барлығы мен сөзім жоққа шығармайды, бұл үлкен мектеп деп айтуға болады. Біз алғаш келген кезде қазақ телевидениесінің үлкен ардагерлері Тыныс ағамыз Өтебаев, Бақытжамал апайымыз сол кісілердің тәрбиесін алып алдынан өттік. Одан кейін сол кездегі қазірде эфирдің гүлі болып жарқырап жүрген барлығымызды осы телевидениенің қыр-сырына үйреткен Дана Нұржігіт, Имекең Иманбай аға Жұмаев, Бақыт апай Қойшыбаева, Шәріп апай, сол кісілердің барлығының
тәрбиесін көрдік біз. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып, мына Таңшолпанның эфирінен сол ардагерлерімізге көптен көп рахмет айтамыз. Басымыз дейміз. Меніңше Таңшолпанға ең тән нәрсе ешқашан өзгермейтін. Ол қонақтың келуі, иә? Кешігіп қалады, ұйықтап қалады деген әлі актуалды ғой. Әрине, кептеліс бар оның үстіне. Таңшолпан тарихында тағы бір азаматтың есімі қалады. Қателеспесем 2010-2011, 2009 жылдары эфир тізгінде болған, қазірде үлкен қызметтегі Нұрлыбек Жеңісбекті қошеметтеп шақырайықшы. Нұреке, қош келдіңіз. Кептелісте тұрған жоқсыз. Біз арнайы өзімізді шақырдық. Рахмет көпті. Қандай тамаша. Түрлетіңіз. Біз талай бір диванда құшақтасып ұйықтағанбыз, сондықтан бүгін бізге арнайы үлкен құттықтау хатын алып келіп отыр. Иә, ең алдымен сол ресми жағынан бастайық. Жалпы мен бір нәрсені айтқым келеді. Менің еңбек жолымдағы осы күнге дейінгі еңбек жолындағы ең бір жарқын кезеңдер осы Таңшолпанда өтті. Бірақ сол Таңшолпанда шыңдалған қабілет бүгінгі әйтеуір сан түрлі қызметтердің баспалдағына көтеріп жатыр. Бүгінде мен ерекше бір ыстық лебізді алып келіп отырмын. Құрметті Таңшолпан бағдарламасының ұжымы Қазақстан ұлттық телеарнасының Таңшолпан ақпарат сазды бағдарламасы қазақ телевизиясында өзіндік орны болатын бірегей жоба. Жалпы биыл Таңшолпанға 25 жыл. Осыған байланысты әлеуметтік сала ең күрделі салалардың бірі. Бұл ретте халықпен жұмыс жасай білу оңай емес, мейірім жүректен шығады, пейіл тілектен туады дейді халық даналығы. Осы орайда елмен етене бірлесіп әлеуметтік саланың маңызды тақырыптарын қозғап, ізгілік пен адамгершілікті ту етіп ақпараттық насихат жұмыстарын жүргізген сіздердің ұжымдарыңызға алғыс білдіремін дейді Қазақстан Республикасының еңбек және халықты қорғау министрі Тамара Қасымқызы Дүйсенова ханым. Сондықтан оны өзіңізге табыстаймыз. Көп рахмет. Ресми түрде қымбат телеарнаға қабылдадық. Көп рахмет. Шын жүректен алғыс білдіреміз. Нұреке, біз естеліктер айтып отырмыз. Бар ма естелік? Естелік өте көп. Енді шыны керек жаңа айтып жатырмын ғой, осы жерге келіп біраз әріптестерді көріп жатырмын. Бізге дейінгі жүргізушілер, одан кейін бізден кейін эфирдің тізгінін алған сан түрлі эфирдің жаңағы жұлдызы болған жігіттер, қыздардың барлығын көріп өте қуанып отырмыз. Естеліктер өте көп. Bir кезден осы шамамен біз Маржан екеуміз эфирге шығып жатқанбыз, Маржан болатқан қыз екеуміз. Сол кезде таңертең ұйықтап қалғам. Таңертең ұйқыдан тұрсам 7-ге 10 минут қалған. Мен үйде сол ұлттық арнаның бір жанындағы пәтерлерде тұратынмын, сол жақынырақ бір. 7-ге 10 минут қалған, сонымен звондап, телефон соғып жатырса, әкімшілер содан жүгіріп жүріп, үйден атып шығып, соны жаңағы гримершіға звондаймын ғой, бет әрлеушіге. Тезірек менің көйлектерімді, киімдерімді астына алып түсіңіз деп, өзім жүгіріп келе жатырмын. Сонымен ана ұлттық арнаға кіре беріс жерден киім шешіп, табалдырықтан шешіп, қатты бір есімде сол. Киімді ауыстырып эфирге отырып, адреналин бір тер деген ағып жатыр, соны эфирге отырып, ассалаумағалейкум ағайын деген кезде эфир басталған. Ал енді эфир... Сіз оны айтып бітірем дегенше, мен деген кәдімгідей толып кеттім. Енді қараңыздар, бір жолы, жігіттер, қыздар, бір жолы менің жүргізушім келмей қалды, белгілі бір себептермен. Бірінші қонағымыз келмей қалды, екінші қонағымыз келмей қалды, үшінші қонақ келген жоқ. Енді елестетіңіздер. Бір жарым сағат. Әріптестер, тікелей эфир уақыт шектеулі, кешірім өтінемін. Мереке құтты болсын. Біз сіздерді шын жүректен құттықтаймыз және бүгін арнайы Таңшолпанның барлық ұжымы үшін кереметтей тосын сый. Дәл қазір жарық сәл бәтен берілсін. Құтты болсын әріптестер, баршаңыз құттықтаймыз. Және арнайы Таңшолпанның гимні бізде бүгін жүгіністер отбасы, ағайынды жүгіністер мирастың ауырып қалуына байланысты екі жүк келіп отыр. Біз қабылдаймыз әдемі гимн. Тек сіздер осы жерде болыңыздар, әдемі суретке түсейік. Керемет естеліктер, Таңшолпан мәңгі жасай берсін. Жиын зор. Ал әдемі ән. Оятып тау мен даланы, тербетіп ән мен қаланы, тамылжып таңның атқанын, Таңшолпан еске салады. Таңшолпан таң нұрындай арайлы, Таңшолпан әнге бөлеп
тамаша, көңіл шіркін жараса, сен де мен де көретін Таңшолпаным тамаша. Гүлдендіріп біз өмірді, көтерек әнді көңілді, шырқа биле жасарды туған елім жерімді. Бебелейік айлана, сырғыстайық ойлана, атқан таңда Таңшолпан, көріңіздер жайлана. Атағанымыз сарайлы, оның жуағы қарайды, сендерде көреді Таңшолпан. Таңшолпан, таң нұрындай арайлы, Таңшолпан, әнге бөлеп қанайды, Таңшолпан, таң қалдырып талайды, Таңшолпан, күл әлемге тарайды. Таңшолпан, таң қалдырып талайды, Таңшолпан, күл әлемге тарайды. Күл әлемге тарайды. Күл әлемге тарайды. Иә, қымбатты телегөрмендер, ел аман жұрт тыныш болсын. Біз сіздермен қоштасамыз. Таңшолпан мәңгі бақи сіздермен бірге болатынына сөзсіз біз кепілдік береміз. Ұлттық арнаның төрінде әрқашанда Таңшолпан қосулы болсын. Ертең өздеріңізбен ұлттық арнаның тікелей эфирінде жүздесеміз. Біз сіздермен біргеміз, жақсы көреміз сіздерді. Еліміздің шаңырағы әрқашан биік әрі берік болғай. Аман болыңыздар. 25 жылдық құтты болсын! Thank you.